Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, бақ берген, дәулет берген, осындай тыныштық заман берген Алла тағалаға сан шүкірлер болсын, той құтты болсын, жақсылық болсын, Құдай қаласа ұзағынан болсын. Мынау адамға рахмет айта білмеген Аллаға шүкір ете білмейді дейді. Мына ауданымызда медресе салынып жатыр. Мына қыз басымен қарындасымыз 1 миллион мына медресемізге атап жатыр. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Міне көп деген ер адамның істей алмайтын нәрсесін қыз бала қарындасымыз осындай атап жатыр. Жақсылық алдынан шықсын. Мына қанша жыл өтсе де мына әкесіне арнап Құран бағыштатып, кеше Түркияда бауырларымыз медреседе оқыған балаларымыз Құран хатын аудартып, кеше Құран бағыштатып, үлкен аталарымыздың батасын алды. Көгерсін, өнсін, өссін, Құда қаласа бұдан да үлкен жақсылықтарға жете берсін. Үлкен рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Той құтты болсын, Құдай қаласа. Мына теңгесі болмаса да қалтасында палуанды көтерек тірісінде дейді құрметті жамағат. Міне той ұзағынан болсын. Құдай қаласа жақсылық мол болсын иншалла. Рахмет, мына Қажеке, мына Шардара ауданының бас имамы Марат Қажы бауырымыз қадірмен тағады. Рахмет, Алланың нұры жаусын Қажеке. Жаңа бір удостоверение, права жоғалған жігіттер, тауып алған азаматтар болса, Атақанов Нұрболин, бірақ права жоғалған шығар еді жерді оқиын, әкеп береді. Тауып алған азаматтар болса, әкеп беріңіздер жерді. Бәрекелді мына тамаша тұлпарлардың егесі, белгілі кәсіпкер іскер азамат Жиенбет Қалдыбай мырзаның намысқа кесімді тұлпары менен Ғалымжан Шабандоз тастады. Еңкей! Жоғарғы мереге Айтұлы Атбегі небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген, талай игі істерге демеуші болып, елдің ақботасын алып жүрген азамат Қалдыбай мырзаның намысқа кесімді тұлпары менен жоғарғы мереге Жақып Қажы көкеміздің баласы Ғалымжан Шабандоз тастады. Микрофон қосып беріңдер, елдің еркесі талай игі істерге демеуші болып, елдің ақботасын алып жүрген азамат мына.